Келіп отырған қонақтарымыздың бірі Дінбай Дабылов, оның ұлы Сәбит Дабылов. Дінбай бұдан 10 жыл бұрынғы базар жауға арналған тойдың белсенді қатынасушысы, ұйымдастырушыларының біреуі. Базар жау туралы азды көпті пікірін сұрап білгім келеді. Осы салада осы Тауелбай өресінен шығып, базардың мұраларын жинаған біздің ағаларымыз бар, марқұм болып кеткен. Соларды бірінші тілге кетуім керек. Онан Мәт Жүсіпов, Іскендір, онан соң Мірәшімұлы Ләтіп, Ақсақал. Онан соң базарды сол Қазақстан көлемінде үлкен таныта білген Шәрібек Алдашұлы. 1996 жылы Алдашев Шәрібек ағамыз қайтыс болғаннан кейін бірде әкем маған: балам, тіршілігіңде жақсы көріп сыйласқан адамыңды о дүниеге шығарып салған қиын екен. Әсіресе Алдашев Шәрібек сияқты тұлғаны. Өзің хабарың бар ғой, білесің ғой. Шәкен қайтыс болардың алдында ауырып жатқанда қасында болдым ғой. Басын ұстап отырдым. Әшейінде қып-қызыл шоқтай болып жанып тұратын көзі қап-қара тұп-тұнық болып тереңдеп кетті. Маған қарап жатып, соңғы демін алып, жан тәсілім етті. Шәрібек ағама бір өлең жазам ба деп жүр едім. Мынауың жоқтау болды. Сен оқып көрші дегені бар еді. Жайраңдап бүгін жүрсең ой, ажалдың оғы тұрдайын, тұрдағы жоқ өмірде жоқтау айтып жырдайын. Шөмекейдің аруағын тірілді қайтау түлеткен, балды базар дастанын термелетіп жүреткен. Алдаштың ұлы Шәрібек атылып көкке үйдіреттің, қойнауынан құм басқан қызыл құмдай түнектің. Алғысына бөлендің, ақадан лебір жүректің, сөз жинадың халықтан, бақшаңа судан көдектің. Әділ сөйлеп әрқашан тайсалмай кірдің таласқай, шырқатып жырың базардың, танылдың топта алаштай. Арманы бар ма жігіттің, танылған сендей десектей, өкінішің сол мекен сарғайып жаттың төсекте. Арманда кеткен насылым, қоймадау тағдыр бірер күн, алшаңдап басып алдым той, өзіңдей болып жүрер күн. Көкірегің кең сарай, көненің қалған көзіндей, шежірені жатпайтқан қалмадау шешен көзіңдей. Түнектеп тусаң жеткер емес, опасы жоқсың жалған, айтам